бас қатты ауырса ауызды ашпай басын дәрісіне ішуге бола ма дейді. Укол салдыра салған дұрыс. Кетарол, кетанаф, қандай уколдар бар, соны саласыз. Ұстаз, ассалаумағалейкум. Пейшенбілік деген біздің дінімізде бар ма екен? Қайтыс болған адамға 40 күнге дейін апта сайын беру деген дұрыс па? Енді көп нәрсе шариғатымызда айтылмаған, бұндай нәрселер жоқ, оны нақты айтамыз, бірақ біздің бұл пейшенбіліктің түбі неде? Пейшенбілікті ағайыны, бауыры, қайтыс болған адамның жақындары 40 күнге дейін біреу тамақ әкеліп, немесе өзін пісіріп, немесе сол үйге әйтеуір ақша төлеп пісіріп жатады. Қараңыз. Шариғатымыз бұйыра ма ағайынмен жақсы тұруды? Бұйырады. Әшейінде Кенен Әзірбаев атамыз айтқандай, әшейінде анау дейміз, мынау дейміз, жан қысылса Құдай дейміз деген бір ғажап сөз бар. Сондықтан біз онсыз да ортамыз бұзылып, онсыз да ағайындығымыз кетіп, онсыз да 5 теңге, 10 теңге үшін біріміздің жағамыз бірімізді алып, бір-бірімізді ренжітіп, әбден уже бет көруіміздің өзі қиындап бара жатыр. Қазір өзі ағайынның басы қосылу үшін өлу керек, или ракпен ауыру керек. Тап солай болып жатыр. Сондықтан шындығын айтқанда осы бейсенбілік деген нәрсе ағайынның басын қосады. Бірақ бейсенбілік деп күн көрінген адамды 200-300 адам жасау ол ысырап, күнә болады. Бірақ ағайынның ішінде бейсенбілік жасау ол өте дұрыс нәрсе, қажет нәрсе, бүгінгі таңға талап етілген нәрсе. Неге? Өйткені ағайындар бәрі отырып көріп, әй, бұл өмір жалған екен, біз ағайын екенбіз деп бір-біріне сөз айтып, бір-біріне бауырмашылық болуына бірден бір себеп болған ұлы қазақтың дәстүрі. Күйеуім түнде бастырылады, не жасасақ болады? Аят оқып дем салдырыңыз. Қарыз болсаң садақан қабыл бола ма дейді. Әлбетте. Ұстаз, түс көресіз бе? Әлбетте. Тарауих намазын толық оқып жүріп, арасында 2 рет бармай қалсаң күнә болады ма дейді. Ачы? Бір пландар болып жатыр ма не? Қызыма не сөз ол? Әлбетте оқу керек. Жолда жүрміз, ауыз бекіте алмай қалып жатырмыз, қалай болады деген, онда қаза болады. Қызым ауыз бекітіп еді, балай емізуші еді, кешеден бері ауырып қалды, ары қарай ұстамай қойса қалған күн қарыз болып қала ма дейді. Иә, кейін ұстай береді. Ол не ұстап жүр? Біз айтып едік қой, қанша рет бала емізетін әйел ораза ұстамасын деп айтқанбыз. Қайынатам үйде күнара ішеді, дәретін сындырып қояды, өзім баламен алысып декреттемін, оразамын, нерв болып күйдірді, атам енем жолдасым кешке келеді, сол кезде ұйқысын қандырып төк болмағандай отырады дейді. Түсінбін, қайынатаңыз ішеді екен, атаңыз түнде кешке келеді екен, қалай сөз ол? Не сөз? Сіз сұрағыңыз түсінбедім. Ғадеке, мен сізге жақсы челлендж бердім. Сәлеметсіз бе? Тіс емдетуге бола ма оразада? Болады. Тіске укол салсаңыз да болады, пломб бассаңыз болады, имплант салсаңыз да болады. Тағы не деп айтайын? Винир тығып тастасаңыз болады. Тағы не деп айтайын? Отбеливать етсеңіз болады. Емдетіңіз. Тісің кетсе, ішің кетеді, ішің кетсе, күшің кетеді дейді. Мына біздің қазақтың жігіттері. Әйелдеріңіздің тістерін қараңыздар. Дүние қуып жүріп, не дұрыстап адам сияқты тамақ жемейді, аузында тіс қалмады. Сенің 4 балаңды, 5 балаңды дүниеге келтірем деп, аузында бір кальций жоқ. Кальций кеткен кезде ойбақшыға кальций детринейкаметті алып берген сен жоқсың, ол алып ішкен ол жоқ. Үстіне киген көйлегіне мәз болды, сөйтіп бір халатын ауыстырғанына мәз болды, сөйтіп өмір өтті, тістен тісі қалған жоқ. Сол үшін міндетті түрде әйелдеріңіздің тістерін тазалатып, адам сияқты қаратып беріңіздер. 40-қа келгенде бір тісідік, соңғы ол тісідік қатын саған керек жоқ, көшеде қаңғып жүргенің сол. Сол үшін міндетті түрде ер адамға бұл аманат болады әйел. Аманат болса, оның тісінен басталады барлығы. Сол үшін тісін қаратып, керек десең имплант салып бер, керек десең қарап, тісі барлығы дұрыс болсын. Мұсылман адам өзінің жарына аманат деп алғаннан кейін соны қарайды. Соның ішінде ең дұрысы жаңа тісі болады. Адамның көріксі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам күлген кезде тісіне күн тиетін еді дейді. Сол күннен дейді шағылысып адамдар көзін жұматын еді дейді, сығырдай айтатын еді. Бұл қандай зеркали тіс болған деймін да сонда. Қандай әппақ күрештей дейді қазақ айтпақшы. Қазір күрештеріміздің өзі қап-қара болып кетті ғой. Десе де, әйтеуір не керек, керамика бола ма, жақсы тіс салып беріңіз әйелдеріңізге. Жарқырап жүрсін, қанша жыл өліп қалғаннан кейін менің әйелім еді деп молданың қасына еңкілдеп тұрғанның бір тиын пайдасы жоқ. Соны барында бағалаңыз. Ол итакта салғысы келмейді.
сұрақ қойғаннан кейін міндет қылмай қойыңыздар. Бір өтініш, сабыр бар. Әсіресе мен байқаймын, көбінесе бір ер азаматтарда сабыр жоқ. Осы ер азаматтар қалай әйелмен өмір сүріп жүрсіздер таң қаламын. Сондықтан да жеген желкесінен шығаратын шығарсыңдар. Мен 10 рет қойдым, алдыма 3 тұр деп. Бұл жақсы нәрсе емес. Сол үшін ештеңке олай жасамаңыздар. Одан қоса, бір рет сұрақты 10 рет қойсаңыз, сабыр ет, жаның шығып кетпейді. Ал енді ұйықтап тұру міндетті емес, оны айттық. Жақсылап тыңдап отырсаңыз міндетті емес. Жынды қалай шығады үйден, баладан? Жында балаға жын бар деп оны қорқыта берудің керегі жоқ. Балаға аят сүре оқып жүрсе, ешқандай балаға жын әсері оңайлықпен әсер ете қоймайды. Ал енді үйдегі жынды ағузу биллахи минаш шайтанир ражим деп немесе 5 уақыт намазға азан айтып тұрсаңыз, жын шайтан өзі қашады. Сабақта жүріп қаза болған намазда да үйге келіп сүннетімен бірге оқиды ғой? Жоқ, сүннет оқылмайды қаза намазда. Сәжде арасында Рабби ғфирли деп айту дұрыс па? Дұрыс. Асқазанға шланг жұтса ораза бұзыла ма? Бұзылмайды. Бұл жерден кішкене лоқсып күш жібермесеңіз болды. Сақал өсіретін қолдануға бола ма дейді. Нәпіл намаздарды оқып, сауапты күшейтетін амалдарды көбейтіңіздер. Сақалды өсіргенше дұғаларды өсіріңіз, құлшылықтарды өсіріңіз. Сақалды өсіре бергенше тіліңізден жақсы сөздерді өсіріңіз, жаман сөздерді қысқартыңыз. Сонда ең сақалмен бірге жақсы болады. Пачемкенский айтқанда жүдә жақсы болады да. Ал енді сақалдың өзі Құдай берген 4 сақалың болса, сол 4 сақалың тарап Құдайға шүкір деп отыра бер жаным. Ал енді оны әдемі қылып, күшті қылып, красавчик болып не істейін деп, тоқалалайын деп не істейсің? Сондықтан сақалдың өзі барына Құдайға шүкір де, сақалдың үкімі сүннет, оған талас жоқ. Қысқа сүрелен ықыластан басқа сүре білмеймін. Намаз оқып баса берсем бола ма? Болады. Бола береді. Бір сүре, бір аят та жарай береді намазға. Баста жаным. Ассаламағалейкум, ұстаз, сүннетке отырмаған адамға намаз оқуға бола ма дейді. Әлбетте болады. Әлбетте болады. Мешіттің алдына тұрып алып, молда тұрып алып, так, сүннет түргесін бе? Қан көрейік. Сүннет түргесін бе деп тексереме не? Кімге какая разница? Самый главный, әйелің айтып қоймаса болды ешкімге. Бірақ сен бүкіл әлемге айтып тастадың ғой енді. Бәрі қарап жатқан шығар кім екен деп. Аккаунтыңа кіріп. Шатасып ерте ашып қойып едім, қаза бола ма дейді. Әлбетте. Ингаляция, оразаны қарап көру керек, капля су күйінде жуып болса, онда ғана бұзылады. Тамаққа дәрі себеді ғой, ораза бұзылады ма? Тамаққа дәрі сепкенде ол жұтылса, яғни капля болып жұтсаң бұзылады. Мұрынға да кеткен тура сол сияқты. Жұту үкімі болса бұзылады. Электронный жайнамаста не айтасыз? Қымбат, бірінші айтайын дегенім, жазып оқыған артығырақ деп айтам. Бала кезден бүгін көрген түсім ертесіне қайталанады. Бұл әулиелік па дейді. Ойбой. Ойбой. Қазір әулиелік десем дайындалайын деп тұрсың сен уже адам қабылдауға. Жоқ, бұл Құранда да келеді. Бұл Құдайдың берген сынағы деп айтылады. Ұстаз, жұмыста 5-нің парызын оқыса бола ма дейді. Сәпсем мүмкіншілік болмай баратса көрерсіз. Атып өлтіретіндей болса, онда көрерсіз. Ауыз ашардан кейін 1 сағат таңнан кейін ашсақ бола ма дейді. Ауыз ашардан кейін дейді. 1 сағаттан кейін ашсақ қабыл бола ма дейді. Әлбетте қабыл болады. Мысалы, уақыты кірді ауыз ашатын, сенің аузың ашық уже. Ойбай, құрма қайда, су қайда деген керек жоқ. Конфет қайда, сенің аузың ашық. Аузың ашық. 1 сағаттың ішесіз ба, 2 сағаттың ішесіз ба, қарныңыз көбірек ашады. Енді мүмкіншілік солай болып тұр. Әдейілеп істемесеңіз болды. Айтасыз ба, түсінде жақын адамның сотталып жатса не болады? Сол туралы ғайбатты көбірек айтқансыздар. Ұстаз, духа намаз жайлы айтасыз ба? Духа намазы сүннет намазда түске дейінгі оқылатын намаз. Оқи беріңіз, қабыл болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Рамазан мубарак болсын вам. Рахмет, здоровья, рахмет. Если приехать с города, приехать или переехать? Хорошо, приехать с города на город и прожить там дней 10, как только фарды или полностью. Спасибо. Өзбекше гапыргенде зор болады, лекен русча жазыпсыз, хоп деп русча айтып барайын.
Само по себе сафаром считается человек, когда осиливает дорогу до 14 дней. Соответственно, если вы пишете до 10 дней, ваше право, вы будете читать намаз сокращенно. Во время сафара сокращенным намаз хаср называется. Этот намаз будет читаться только фарды, при условии, если у вас сунна не читается, если на это есть большие веские причины. То есть нет возможности, при этом вы совершаете только фард. Но если у вас есть возможности, соответственно, сунну совершать тоже нужно по ханафитскому мазхабу. Еще один момент относительно укорачивания намазов. Во время сафара все 4-ракаатные фарды укорачиваются до 2 ракаатов. 2-ракаатные намазы, соответственно, и 3-ракаатные намазы вместе взятые не укорачиваются. То есть, если их укоротить, там, наверное, количество ничего не останется. Исходя из этого, только 4-ракаатные намазы укорачиваются. Во время исполнения намаза делаете намерение, при этом вы выговариваете, что вы совершаете намаз укороченно, то есть хард хасрам, либо можете сказать, что во время сафара. Те намазы, которые будут пропущены во время сафара, соответственно, когда будут восполняться, тоже следует восполнять укороченно. При этом по ханафитскому мазхабу укорачивать намазы является обязательным ладимом. Так. Намаз оқып, кейін тастап кетсең не болады дейді. Күнә болады, бабай болады. Енді сен оқи берсеш, сен әлі бастамай жүріп, тастап кетсем не болады, бүйтіп кетсем не болады. Сен басташы жаным, бастаған ар жағын Құдай өзі береді. Тараух намаздан кейін үтір уажib намаз оқыла ма дейді. Оқымаған болсаңыз оқып қоясыз. Биткоин туралы фатуасы бар, көріңіз. Bir күндік қаза намаздарды қай уақытқа дейін оқу керек дейді. Bir күндік намазды бірінші сразу оқып тастау керек. Уақыт намазы кіргенше. Яғни, біліп тұрмын, сіз ол сұрақты сіз жақсы біліп тұрсыз, менен де біліп тұрсыз, мені сынап сұрап тұрсыз, жарайды жауап беріп қояйын, Аллах куә. Bir күндік қазасы бар адамды сахибу тартиб дейді. Сахибу тартиб адам намаз оқыған кезде сол бірінші намазды кірген намазға дейін оқып тастайды. Кірген намаз кірсе де оны оқымай тұрып қазаларды мойнынан түсіру шарт болады. Намаздағы келіншек қайтыс болып еді, сондай қарапайым еді, жұмаққа бара ма дейді. Қарапайым болып күнә істей беретіндер бар. Пақапара қарапайым болып харам істей берсеші, қарапайым болып зина істесеші, қарапайым болып елдің алдында көріп, үйге барып баймен жылысашы. Сіз адам сыртқа обложкаға қарап баға бере бермеңіз. Алла, иншалла, біз жақсылық ниет қыламыз. Құдай жарылқасын, кешірсін. Ой, бір оңбағандар өледі. Әбден елдің қанын ішкен, коррупционер, тонағандар өледі. Онда бір жақсы еді деп микрофонын алып тос сөйлеп күшті қылып шығарып саламыз ғой. Солай. Біз жақсылық ниет қыла береміз, ар жағын Құдайға табыстап қоямыз. Алланың өзі Құдай қаласа шешіп алады. Сол дұрыс шығар, жақсы сөз жарым ырыс дейді бізде. Бірақ енді сәпсем апарып жәнетке кіргізіп жібермеу керек, люстраға. Біз өзі сондай халықпыз, біреуді мақтаса өлтіріп, мақтап, аяқ қолын сүйіп, сол жолда құрбан болуға дайынбыз. Біреуді жек көрсек, шықпайтындай қылып көміп тастаймыз екінші. Оның мысалы айтайық, лимакс деген носки кисе, сол сен жек көрген адам, өмір бойы лимакс кимей кетесің сен. Татуанын жек көріп кеткенің. Соқтап ол дұрыс емес. Адам шекарада болу керек. Біреумен дос болғанда да хадисте де келеді, қатты дос болма дейді, өлердей дос болма дейді. Неге? Өйткені ертең дұшпанға айланады дейді. Ал енді қатты біреумен дұшпан болма дейді. Неге? Өйткені досыңа айлануға болады дейді. Айланып кетеді дейді. Сосын әр нәрседе шекара ұстаған жақсы. Салауат пен зікірдің айырмашылығы не? Айтып жүріңізші. Салауат пайғамбарымызды мақтау, саллаллаху алейхи уассалам, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва саййидина Мухаммад деп ұлықтау. Өйткені Аллах Тағала Құранда бұйырады: инналлаха ва малаикату юсаллуна аля наби. Алла Тағала періштелер де пайғамбарға салауат айтады. Ей иман келтіргендер, сендер де пайғамбарға салауат айтыңдар. Салауат пайғамбарды ардақтау. Кім пайғамбарымызға бір рет салауат айтатын болса, мына екі ернінде екі періште болады бәрімізде. Сол екі періште Мекке, Мадинаға пайғамбарымызға сіздің салауатыңызды жеткізіп барады.
Сол үшін бір дұғаның қабыл болуының ережелері, пландары бар да, жолдары. Сол бағыттардың ішінде салауат айтып барып дұға қылу ережесі бар. Сол үшін ардақтылар, оны қараңыздар, салауат айтыңыздар. Зікір, Алланы еске алу, Құдайды еске алу, яғни Аллахумма салли аля сайдина ва салават болса, Субханалла, Алхамдулилля, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың диваны хикметінде зікірлердің абзалы Ла илаха иллаллах деп айтқан зікір өлеңі бар. Сол Алланы еске алу. Қазақша айтса да болады. Жараған, жасаған, сол Алланы еске алу, жадында сақтау деген сөз. Духа намаз, бесін намазда дейін оқылады. Медицинада оқимын. Кеше хирургия палатада жатқандарды көрсетті. Пациенттердің әурет жерін көрдік дейді. Аузымыз ашылып кетпей ма дейді. Әурет жерді көріп, аузың ашылып қалса да аузың ашылып кетпейді. Міндетті емес. Яғни сенің жұмысың сол мамандық таңдағансың. Енді сен мысалы медсестра, санитарка болып қалатындар, енді ол жұмыс таңдаған сол. Десе де рахмет айтам, ода тұрған ештеңке жоқ. Укол салыңыз, Алла сауаптан жазсын, ода тұрған ештеңке жоқ. Ауыз ашылмайды әуретке. Әуретпен ауыздың қатысы жоқ. Бұрынғы молдалар суды теріс ағызып, суды қатырып тастап, түрмеден шығып кетеді екен, рас па? Қазіргі имамдарда неге жоқ дейді. Қазіргі имамдар краникті ауыстырса да жаман емес. Краникті ауыстырып, екі ыстық су мен ыстық суды ауыстырбаса, соны жаман емес. Сол кезде су теріс аға береді бізде. Адамның суды теріс ағу, мысалы, адам сияқты ағып атқан су, нормально ағып атқан. Бір молда келеді де, былай аққан суды былай ағыз бытшын шығарып жібереді. Бұл не нәрсе ол? Бұл дұрыс сөз емес өзі. Адам сияқты ағып атыр, өзің ойлашы, таудан қарай су ағып атыр. Құдай беріп қойған су. Бір молда келеді де, іші пісіп, делать нечего келеді де, былай аққан суды былай ағызып, аралды кептіріп жібереді. Дұрыс па сол? Дені ғаным дұрыс нәрсе ме сол? Мысалы, сіз төмен жақта тұрасыз, судың төмен жағына. Анау адам сияқтан жақтан арақтан су келіп жатыр сіздің үйіңізге. Ана молда келеді де, іші пісіп, так, не істесем екен? Былай ағызайын ба, былай ағызайын ба? Қой, былай ағызайын. Өлді ғой мына төмен жақтағылардың бәрі сусыз қалды ғой. Сондықтан бұл жақсы сөз емес өзі. Суды ағызған, су ағызған. Елдің бәрі сөйтіп айтады, мен атам күшті болған дейді. Не істегенсің? Былай аққан суды ағызғансың. Иә, танисыз ба не дейді. Сізде үлкен молда екенсіз ғой дейді. Бірін танитын шығар дейді. Сол жақсы сөз емес өзі. Тыныш аққан суды аға берсін, тиіспеңіздер. Ауыз беккеннен кейін тісті зубной пастамен тазалауға болады ма дейді. Әлде макрух па дейді. Әлбетте макрух, себепсіз болса. Енді алдын ала тазалаған жақсы. Бірақ макрух деп айтқандар нені? Дәм сезіп жұтып қою қаупі бар дейді. Егер қажеттік болса, тіліңді, тісіңді күнде жуып жүрген азамат болсаң, жуа беріңіз. Жуа беріңіз. Бір дәретпен арасы 1 сағаттық намаз оқи беруге бола ма? Болады. Бірақ жаңағы қысып тұрып, кейбіреулер болады ана, қысып жүреді кешке дейін. Ол жақсы нәрсе емес, макрух болады. Армияға бару харам ба? Армияға бару парыз болады. Сен қашсаң армиядан, мен қашсам армиядан, отандығым қорғайды жаным. Намазсыз истихара дұғасын оқуға бола ма? Бола береді. Аллахумма астағфирука билимика астағфирука биқудратик, дұға қыла беріңіз, жақсы нәрсе. Құнут дұғаны көп адам дұрыс түсінбей жүр екен. Құнут дұғасын тек қана құнут намазда оқитындар бар екен. Жоқ, құнут дұғасын тамақ ішкенде де оқи бересіз. Құнут дұғасын жатып алып, жан бастап бұл түнде ұйықтайтын дұғаға да кіре береді. Құнут дұғасы таң атқанда оқылатын дұға, сәресін ішіп болғаннан кейін де оқылатын дұға. Ауыз ашар кезде де құнут дұғасын оқи берсеңіз, ешқандай артықшылығы жоқ. Ораза ұстап жүрген адам айқайласа, ұрысса, ораза бұзылмайды. Плюс бір сөз қалқапты, жұлысса деген. Жұлысса да ораза бұзылмайды. Бірақ енді ақыры жұлмайды екенде бар біреудің жағасын алып жүрмеңіз. Меккедегі 6-шы рет шақырылатын азан сол тахаджудке шақырылады. Жүректі жаман ойлардан қалай тазалаймыз? Жақсы ойларды көбейтеміз, жақсы амалдарды көбейтеміз, Құда қаласа. Дәрет бұзылса, жаназада сапқа тұруға бола ма? Жоқ, болмайды. Дәрет жоқ. Дәретсіз қалай тұрасыз? Ораза ұстап жүріп, қолымды кесіп басам. Ораза бұзым. Сіздер уже инвалид толақ болып бітетін болдыңыздар. Мен таң қаламыз. Оразада қолым кесе баса деп, осы бір Құдай бет бәленбай адам сұрады. Нап әдейілеп оразада кесесіздер сіздер? Уже анау кесіп, мынау кесіп чолақ болып бітетін болды бәрі, инвалид болып. Жарықтым, қол кеспеуге тырыс. Енді болмай кесіп алсаңыз, онда ораза бұзылмайды.
Аял еркек мәмілесін айтыңызшы ұстаз. Емнесін айталы, иә. Ораза ұстап мұрынға дәрі тепсе бола ма дейді. Қатты необходимость дейді. Қажеттілік болса, қатты необходимость. Онда болады. Бірақ оның өзі жұтпау керек. Егер жұтып тамағыңыздан өтіп десең, ораза бұзылады. Мұрынға сен сол үшін кішкене басыңыз былай төмен ұстап пышылдатсаң болады дейді, өтіп кетіп қалмасын дейді. Шалқаңмен жатқан күйде жатып алып тұр, былс-былс дегізсең, ары қарай өтіп кетеді. Қызыңызды қашан бекітіп қойыңыз? 1 сағат бұрын бекітіп қойдым. Нәскимен жүрсе дәрет бұзыла ма дейді. Жоқ, нәскимен жүр, нәски жарамайды. Неге? Масық тартуға. Күйеуің шал болса дейді. Өзі тағы изменять етсе, ол күнә ма дейді. Кімге? Саған ба, оған ба? Перманентныйден дәрет өте ме? Егер перманентныйді қоймаға мәселе дәреттен бұрын, перманентныйді істеу дұрыс па, дұрыс емес па? Перманентныйді істеудің өзі күнәм харам болады, бауырлар қарындастарым. Егер оны бұрын қойып қойдыңыз, баяғыдан күйеуге шығам деп, біреудің басын айландырам деп қойып ағасың, енді бар енді. Мына бәрін жұлдың сыпырып тастадың да, татуаж сияқты тез иглоукалывание жасап, краскалап қойдың бетіңді. Енді осы жұлып алып тастай алмайсың, ол терінің астында. Дәрет алып намаз оқи бересің. Ауыз беріп кезде мұрын шайса бола ма? Болады, бірақ ішішке қатты алмау керек. Түсінікті? Қатты су тартпайсыз. Кейбіреуі тартқан осы екенде аузынан айдап бірақ шығарады. Дұрыс емес. Дәретін сәресін созыңдар дейді. Кешкі уақыт, яғни сәресіне асығыңдар, сәресін кешіктіріңдер деген мәселе бар. Кешіктірің деген сөз, мысалы айтайық, 4:55-те болса, мысалы 4:55-ке дейін ішіңдер дейді. Бұл жақсырақ болады. Желательно дейді ғой. Арғы дүниеге барғанда балет адамдары менен суретшілерді қатты қинайды дейді. Бұл не себепті дейді. Сіз оларды уайымдамай қойыңыз, өзімізді уайымдай берейік. Біреу табалаудың керегі жоқ. Алла жарылқасын, кешірсін, Алла рахымды, Құдайдың рахымына түсейік. Тавассул мәселесінде беріңізші дейді. Тавассул деген 3 нәрсемен жүреді. Үшіншісі таласты мәселе. Біріншісі амалды қойып сұрау. Жасылан бауырыма сәлем берейінші десем басылмайды. Енді бастым. Амал. Яғни, я Алла, менің мынандай жақсы бір амалдарым сенің құзырыңда қабыл болып, сауапты болса, менің мына тілегімді бер деп сұрау дұрыс па десе, дұрыс деп айтамыз. Тірі адамды қойып сұраса бола ма десе, болады деп айтамыз. Болады деп айтамыз. Ал енді аруақты қойып сұраса, бұл болмайды деп айтқан дұрысырақ болады. Түсінікті? Соны тавассул дейді. Бұл ширкеден өтіп кету қаупі бар. Бірақ болады деп айтып жүргендер бар, қиындау мәселе. Жекеме бір сәлем естесем. Ораза қабыл болсын. Ораза ұстаған адамға эстрадалық ән айтуға бола ма? Ән айтуға болмайды депті дейді. Өлтірдік қана. Бүкіл әртістер отырған. Ерна Райдар әнім отыр. Бәрін апарып тозаққа кіріп жібереміз бе десейміз өзі. Кілтін бәрін алып алып. Осына біреуді сынап, анау харам дегендерді таңғалам да. Бір сондай сөйлейді, бір кейде бір өмірде бір өзі ұстамай, бір сондай бір білмеймін енді бір білеміз ғой енді қандай адам екендерін көпшілігінің. Қойсаңыздаршы, жақсы сөз айтайық, бір-бірімізді қолдаушы болайық. Алла жарылқасын. Ауыз ашарда асығыңдар дейді. 2-3 минут бұрын ашып қойса дейді. Қабыл болады ма дейді. Асығыңдар деген сөз, бұратыла 2-3 минут емес, 5 минут ашып қояйын, бәрінен бірінші. Жоқ, бір 40 минут бұрын ашып қояйық та бар. Заранее дайындап. Жоқ, қой жаным. Олай дұрыс емес. Асығыңдар деген сөз, сол уақыттан кешікпей аш деген сөз. Даже мынандай мәселе бар, азан айтып жатқанда аша бересің. Кейбір ғалымдар айтады, даже азан айтпай тұрып, ауызын ашып алып, одан кейін азан айтсын дейтіндер де бар. Бағлан бауырым бар айтпақшы, сапарда нәскиге масық тарта салам ба дейді. Жоқ. Арнайы нәски болса ғана тартасыздар.
Жақсы кітап ұсыныңызшы дейді. Жақсы кітап қазір мына ең жақсы Рамазан айының дұғайы. Жақсы кітап дұға ұлы мүмкіндік деген бар. Осы жақында ғана шықты. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының сараптауынан толық өтіп шықты. Фархат Исаулы бауырымыз исламтанушы шығарды. Әр дұғаның тарихы, әр дұғаның жолы, жасалуын жазып шықты. Мен қарап шықтым түгел. Өте жақсы жазған, тілі де жатықты. Кейбір кітаптардың тілі жатық емес. Бір мәселелерді өте жақсы жазған екен, Алла разы болсын. Мен өзім қолдаймын. Көріп шықтым. Ұстаз, күйеумен бірге намаз оқығаны Фатиханы іштей оқимын ба? Ханафи мазхабында негізі оқылмайды, үндемей тұру уәжіп болады. Бірақ мына жаңадан үйреніп жүрген адамдар, мешітке барғандар, кеше мен анау естідіңіздер ғой, караоке туралы айтқанда, ауыз ашқаннан кейін караокеға баруға бола ма дегенде, тарауыққа барғаның артығырақ деп айтқан. Караоке дегенде тарауыққа барған жақсырақ, өйткені тарауыққа ақша төлемейсің, одан кейін барып сауап аласың, ана жақта сауап алмайсың, күнә аласың. Сондықтан ең дұрысы тарауыққа барып, артынан жайлап білесіп қайталап оқысаңыз үйренуге болады. Бірақ негізі дауыстап оқылмайды. Қайдан аламыз кітап дейді? Мен пост салып қоям, бар. Мен несін беріп қоям, ссылкасын құда қаласа аласыздар. Отыз міскінді тамақтырсаң, оразаның сауабы санала ма дейді. Себебі болу керек. Егер сіз ораза ұстай алмайсыз, үлкен бір причинаңыз бар, ауруыңыз бар, хронический ауруыңыз бар, ұстай алмайсыз. При этом сол кезде сіз тамақ берсеңіз, альхамдулилля өте жақсы болады. Ал енді денсаулығың бойы бай болып, ақшаң тасып, ішің пісіп, ораза ұстағың келмейді, кафеде обедте латте макиято ішкің келсе, онда ұстайтындар ұстай берсін, мен ұстамай-ақ қоямын деп тұрып, еще 30 адамға тамақ берсең, орнын жаппайды. Ұстаз оқыңызшы, намазда шығар, жүрегім қатты соғып, демім қысылып кетеді. Неге олай болады? Шайтан қысу ықтимал. Егер сондай момент болатын болса, ағуду биллахи минаш шайтанир раджим дейсіз де, ары қарай оқып кете бересіз. Қатты болмай, жүрегіңіз талсыздап, аритмия, тахикардия бәрі, бірақ екеуі оптам қосылса, онда отырып оқи бересіз. Намаз тастамаңыз. Мұрным жиі қанайды, оразадан бұзбай ба? Жоқ, бұзбайды. Енді қанды жұту бұзат деп айтқандар бар. Егер қанды жатқан күйде, мысалы, мұрның қанап жатыр, ана тампонды тық қойдың да жаттың. Жатқан кезде мына танаудан өтіп ішке қарай жұтылып кетсе, қан бұзат деп айтқан үкімдер бар бізде. Сол үшін жұтпауға тырысыңыз, бірақ негізі аққан қан бұзбайды. Тістің қандары бір мәселе. Тістен аққан қан оразаны бұзбайды. Бірақ қып-қызыл қан болса да бұзады. Ғұсылсыз. Ауызды кеседен 1-2 минут алдын ашып жіберсем бұзылмайды ма дейін. 1-2 минут, наверное, роль ойнамайтын шығар. 1-2 не считается енді, наверное. Бірақ өте қауіпті нәрсе. Қалайсыз аға? Жақын күндері сізге некемізді барып, некемізді қисақ деп едік. Қалай барса сізге дейді, жолмен келесіз. Алыстан болсаңыз самолетпен ұшып келесіз. Жазыңыз, қай жерде екеніңіз қиып береміз, құда қаласа. 4 әйел алудың хикметін айтыңызшы дейді. Ой, жаным. Хикмет емес, 4 әйел алудың проблемасын айтыңызшы десеші. Бір әйелді реттеп ал, жаным. Бір әйелге. Сен өзі үйленбеген сияқтысың ғой өше. Суретіңе қарасам. Бірінші біреуін алып үйленсің, үйленгенің өкінесің дейді, өше 4 әйел алу. Ассаламағалейкум, зікір айтқанда есіне берем, не үшін дейді. Салауат айтыңыз, есінесеңіз. Құран оқыңыз. Сәресіне таң намазына 10 минут бұрын дейді, ауыз бекіту сақтық үшін дегенді қалай түсінуге болады? Енді кейбіреулердің сағаттары кеш болады, кейбіреулер сағаттары дұрыс жүрмейді, одан кейін ертерек бекіткен кішкене жақсырақ деген сөз. Бірақ міндет емес. Қайтқан ата-анасына ақша қарызы бар баласы болса қалай өтейді? Әкенің қарызын бала өтеу міндетті емес. Әркім өзі ақысын өзі өтейді. Бірақ баласы ретінде өтеп берем десе сауап болады, бөліп, келісіп өтейді. Духи шепсе дейді. Духи сепсе дейді. Духын жетсеген ғой. Ұстаз, Рамазан айында шайтандар кісенделеді дейді, но бірақ Рамазан айында жаман ойлар келеді дейді. Ол нәпсіден келеді. Қақырықты шығара алмайтындар, жұтып қоятындар ораза бұзылады ма? Жоқ.
Ұстаз, намаз оқып жатқанымда ата-анам көріп қарсы болып отыр дейді. Көрсетпей оқи беріңіз. Тіс жұлдырғаннан ораза бұзылады ма? Бұзылмайды. Ұстаз, ауыз бекітіп болып сағыз шайнаса бола ма дейді. Ұмытып шайнасаң ештеңе болмайды. Егер шайнағанда свежий орбиттің пачкасын алып ішсең, күндіз ораза бұзылады. Байқамай жұтып қойсаң, шайнасаң, құлағыңның артындағы столдың астына жабысып қалған ескі біреудің шайнап түкіріп тастаған сағызын алып шайнасаң, ораза бұзылмайды. Дәм болмаған үшін макрух болады. Дәрігер укол салдыруға дәрігер бері құрамда шошқа мофепинді бар екен. Намаз ораза бұзады ма дейді. Ауыз ашқанда салдырып жүредім дейді. Оразаны бұзбайды. Бірақ дәрігер берген үшін қарап көру керек. Күніне намаз уақыт 1000 теңгеден төлеп ораза ұстамаса бола ма дейді. Байлардың бәрі бере бермейме? Жаны қинап не қылады? Кедейлер сендер ұстаңдар, біз ұстамаймыз. Бізді ақша бере саламыз деген. Жақсы? Бола ма сол? Ауыз ашарда дейді, орамал тағып ашу міндет пе қыздарға дейді. Жоқ, міндет емес жаным. Сол ауыз ашарда бәрі анау дұға оқып, битіп, күшті болып қалады. Осы бірер күнде президентіміз ауыз ашар берейін деп жатыр. Сол кезде ораза ұстамағандар да көп барады. Соның бәрі қол жайып, ана ауыз ашарда таң қаламын. Біраз кісілерді білемін, өзі ораза ұстамайды. Сондай жерлерге барып алады да, ана бәрі бүйтіп дұға қылса, енді неудобно же, бүйтіп отырған. Соны ол да бүйтіп, бір бәлелерді айтып отырады, жыбырлап ауыз беріп. Риза боласың да, сондай бір күшті бір келтіреміз де енді біз қазекең. Қойыңыздар. Умраға барып келген адам дастарханын жайып Құран оқытуға бола ма дейді. Неге болмайды? Сол Құран оқыту үшін обязательно умраға бару керек па не? Жоқ, оқыта берсін. Мына сұрақтың ішінде байқаусызда кейде мынау тізеден белден төмен сұрақтарды жиі қоясыздар. Білмеймін, бұл шын мәнінде біздің халқымыз осыншама арсыз болып кетті ма, жоқ шын мәнінде солай білмей ма, мен түсіне алмай жүрмін осыны. Кейбір сұрақтарды енді балалар шығар деп жауап бере берем, бірақ кейде мына біздің үлкен зиялы қауымдар отыр, біраз елдің ағалары отыр, менің анам отырады, жасы келген, мысалы аталар отырады, апайлар отырады. Ұят емес пе? Ұят емес пе? Или әдейілеп сұрағың келсе, не болды соншама? Сенің қызың отырады, сен көрмейсің оны басқа аккаунтпен. Соны мен әкем осы сұрақты қойып отыр десе, не абыройларыңыз қалады? Жоқ, шын мәнінде керек па саған сол? Тізеңіз жаңағы шын мәнінде белден жоғары қарай сұрақ керек болса, жекеге жазып жіберіңіз, мен сізге жауап беремін, көрсетіп тұрып. Мынау былай деп айтып берейін. Номер 1, номер 2, сол неге керек сізге соншама? Жоқ, мынау ұят емес па? Мұмин мұсылманның мән хаяун лаху ва ла иману ла. Ұяты жоқтың иманы жоқ деген. Жоқ, біреудің алдында сонда қызық болсын деп жатсыз ба? Құдай абыройыңды түсіріп жіберсе не істейсіз? Сол абыройыңыз ашылып қалса не істейсіз? Сұраған жерің ашылып қалады бір күні. Өлмей тұрып ашылып қалады. Қойыңыздар. Одан кейін мені провоцировать етпеңіздер. Ұят болады ол. Біреудің айыбын ашу, білесіз ба? Бір молдадан естіп алғансың, соны келіп тұрып сұрап, мынадан пайғамбарымызға да сөйткен екен бір бала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға да келіп сұрапты, сөйтіп мазақтап. Келді әдейілеп сұрапты мазақтап. Бір бәледе сұрап алған ғой. Пайғамбарымыз жауап беріпті. Соң тұрыпты да, мен кім баласымын депті. Тағы приколдап сұрапты. Сонда пайғамбарымыз сен бәленшенің баласысың депті. Бұл өзі бәленшенің баласымын деп жүрген. Сөйтсе ортадан бір бәле болып қап, мынаның баласы екен. Елдің бәрі біледі екен оны. Ол өзі білмейді екен, сөйтіп абыройы ашылып қапты. Сондықтан қойыңыздар. Керек па сұра? Сөзім жоқ. Дінде ұят нәрсе жоқ. Керек па сұра? Бірақ соның қаншалық саған керегі бар соның? Дұрыс айтасыз дейді, Алла риза болсын. Жақсы. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Сәлеметсіз бе? Ұстаз, ассалаумағалейкум. Германия дедім дейді. Тамаша. Guten Tag. Сол себеппен намаз оқып сүннеттерді тек Германия едім. Сабақ плюс жұмыс, сол себепті сағыздарды оқып үйдер. Мүмкіншілік болмаса солай жасайсыз. Тоқта. Германия қайда? Wie heißt du?
Кенурда. Афидазейн. Так, кеттік. Сурет бар жерде намаз оқымау қаншалық дұрыс дейді. Макрух қана болады, арам деп айта алмаймыз. Мысалы, біреудің үйіне келген кезде қырғын шығарып жүретін де бар. Суреттердің бәрін алыңдар, бүйтіңдер деп, ана үйдің иесін қылқындырып, үйден қашып кеткісі келеді байғұс. Екінші шақырғысы келмейді сені. Сондай бір проблемный адамдар бар. Өзі кеше ғана намаз оқыған. Бүгін келіп алады да, ана суретін дұрыс емес, мынауың дұрыс емес. Кеше сен одан да жаман адам едің ғой. Сондықтан қойыңыздар. Біреудің үйінде ондай программа, жаңағы установка қойып, о байғұсты діннен қашырмаңыз. Бірінші айтайын дегенім. Екінші, сурет макрух болады. Алдында тұрса, оң жағында тұрса, сол жағында тұрса, және төбесінде тұрса дейді. Арт жағы есептелінбейді. Бұл жердегі мәселе не үшін болмайды? Мысалы, сурет не үшін болмайды? Алдыңда сурет тұрса, или жанып тұрған от тұрса, соған бүйтіп еңкейгенде, сәжде қылғанда, мына отқа сыйынып тұрғандай болады деген мәселе шығады. Түсінікті? Сол үшін болмайды деген сөз сол. Ұстаз, оразада 10 күн кешірім күні, және 10 күні рахмет күндері. Сол 10 сауаптар 10 күні ма дейді. Сол 10 күннің ішінде Ауалуху рахма, аусатуху мағфира, ва ахиру рақабата итқу мина ниран, немесе нар. Яғни, Аллах Тааланың бұл ұлықтығы алдыңғы 10 күн Құдайдың рахымы, оразаның ортасындағы 10 күн кешірім күні, және ең соңғы 10 күнге кірген кезімізде Құдайдан әрбір адамның басы азаптан, тозақтан құтылатын кездер. Яғни бұл деген сөз не? Күшейіп жатыр деген сөз. Әрбір күніңіз күшейіп, сауапқа бекем болыңыздар деген мәселе. Намаз оқығанда хиджаб киіп, басқа уақытта кимеуге бола ма? Мен саған олай жауап бермеймін, сен былай жауап берейін. Намазым қабыл бола ма десең, қабыл болады дейміз. Мен намаз бастайын деп жатыр едім, көшеде кие алмай жатырмын. Намаздан киіп оқи берсем бола ма десем, болады деймін. Қазір мен болмайды десем, онда бір қарындас айтады да, мына қолға лак жақсам дейді, намаз оқысам бола ма дейді. Болмайды десе деп біреу айтқан ғой. Оны намаз оқымай қойыншы депті ғой. Онда оқымай қойыншы депті. Сол сияқты ғой. Сен намазға кеш қызым, сен бастай бер. Мүмкін басқа жерде тағамай жатырсың, хотя бы намазда тағып оқышы. Құдай сізге берсін. Соны нәсіп етсін. Сәлемес пе, қызым 8 айлық еңбектеп келіп ала береді. Жай намазды жинап алады, болмаса жатып алады. Намазға кесір тиме, жоқ тимейді. Жалаң бұт кеп тұрып жатып алса да болады. Жылжып тұрып оқи берсін. Бір теу барғара құлатып, итеріп, шашынан ұстап, желкесінен ұстап, ана комытқа апарып тастап, есті жауып қойсаң күнәлі боласың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір күн ұзақ уақыт сәждеде жатып қалды. Сахабалар түсінбейді. Неге деп қараса, желкесіне немене еңбектеп кеп немерелес мініп алған екен жаным. Аста-аста қой дейді. Тамашан, көкежан бабы дұрыс айтады бауырым, Жанболат бауырым. Ұстаз, әйел адам талақ айта ала ма дейді. Талақтың үкімі пәтуасын муфтияттан сұрасаңыздар жақсы болады, о жақтағыларға да көп жұмыс болады. Негізі әйел адам талақты екі ақ жағдайда айта алады. Ақыры сұрағанса айтып берейін. Біріншісі, еркек үкімін берсе, мысалы қатты жақсы көрді да, жаным, мен саған талақ берудің правасын деді, еркек айтты, әйелге бердім саған деді. Сол кезде әйел тұрды да, бір айдан кейін, бір жылдан кейін айтты да, мен саған талақ бердім деді. Болды. Ораза бұзылады. Пітір садақасы тек өз отбасы, бала, шағаңа беріле ме? Жоқ, ата-ана, бауырларыңа да беру керек па? Негізі өз кіммен тұрсыз, сонымен бересіз. Бірақ басқаларға берем десеңіз, ықтиярыңыз. Бергенде не, миллион бересіз па, не соншама? 535 теңге бересіз көп болса. Оның өзіне жылына бір рет бересіз. Жылына бір-ақ рет беретін пітір садақаны екі қабат балаға берейін ба, анамен ажырасып кетіп едім, соған берейін ба, школда анамен жүріп едім, оған берейін ба, ана жақта бір балам қаңғып кетіп еді, оған берейін ба, тағы не еді, тоқалым бар еді, оған берейін ба, бер. Бізде мешітке берген емес, анау қарекет қоры бар, мұқтаждар бар, сәсептер бар, туысқандар бар. Бере бер жан, бергенің жақсы. Қолды беріп үйретіңіздер. Сонда Құдайдан кіру көп болады. Әйел адам мешітке барып, ұлыммен дуа қылсам бола ма? Болады. Уалейкум сәлем, Мадияжан, қалайсыз, жақсы ма бауырым? Ораза қабыл болсын. Тоқалым бар еді десе, бер.
итак тоқыл өліп қалса екен деп тілеп жүр бәйбіше. Соқтан бер, бар болса. Жоқ болса сол бәйбішем аман болсын деп бере бер. Можно ли во время оразы делать блефаропластику? Отличный вопрос. Почему вы так не спрашиваете, что вообще разрешается ли в исламе само по себе вот эта операционная манипуляция в виде блефаропластики? Это неинтересно, да? Вам именно интересно во время урады. Но в любом случае, есть на то различные фетвы. Я вас прошу, чтобы вы прочитали перед тем, как это делаете. Само по себе необходимость, какова она, в какой мере она вам необходима. Поэтому лучше это проконсультироваться по индивидуальному вопросу. Это будет самое лучшее. А относительно уразы, ураза она не портит, если даже во время уразы. А узбекті болып система укол ала берсе бола ма дейді. Ораза бұзады егер қуат беретін уколдар болса. Ораза айында қайтыс болған адам прямой жәннатқа кетеді дейді ғой. Әлде қиямет күні бұл адам Рамазан айында қайтыс болған дей ма дейді. Рамазан айында Обама өліп қалуы мүмкін. Рамазан айында Сергей Петрович өліп қалуы мүмкін. Дядь Боря өліп қалуы мүмкін. Алла тағала Рамазан айында өлді деп оған жеңілдік қылмайды. Сондықтан бұл иман мәселесіне қаралады. Амал мәселесіне де жақсы қарайды. Кекірсем дейді, намаз бұзыла ма дейді. Қазақша кекірсең бұзылады. Біздің қазақский өзіміздің кекіру бар. О, Құдай, тоба, Құдайға шүкір, тоба да. Десең, намаз бұзылады. Ұстаз, Алла разы болсын, баршамызға риза болсын дейді. Қайтыс болған жақынымыздың атынан қажылыққа баруға бола ма? Бұлай болады. Бірінші өзіңіз мойныңызда түсіресіз, содан кейін қайтыс болған адамға жасап қоям десеңіз жақсы болады. Біз Құран предложениясымен, сәжде кезет предложениясымен болады. Шамил Әлеудинов туралы ештеңе айтпаймын, жақсы діндар ғалым, бірақ Ресей Федерациясының ғалымы, ол кісінің кейінгі Ресей мен Украина турасындағы айтқан шешімі жақсы барлықтарыңызға тоқтам болды деп есептеймін. Бірақ ол ғалым шығар, бірақ өзінің Ресей Федерациясындағы ғалым. Ол кісі біздің қазақтың салтын, дәстүрін, санасын, фиққул уақиъ деген үкім бар. Әр жердің өзінің салттық, санаға сыйған шариғаттық шеңберіндегі амалдарынан біздің қазақ жағдайынан ол кісі бейхабар. Сондықтан ол кісіні кейбір мәселелері біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының айту уәждеріменен сәйкес келмейтін жерлері өте көп. Түсімде әкемді соқыр күйінде көп көрдім дейді. Бірақ көңіл күйі жақсы, жорып беріңізші дейді. Охо. Әкеңіздің бойында бір қойыпсыз жақсы жауап берейін, бірақ тікелей эфирде түс жорытпағандарыңыз десе де, әкелеріңіздің бір қателігі болған, соны балаларының арасында соны қоймай жасап жүрген біреулеріңіз бар. Өйткені Құранда да келеді, соқыр туралы кезінде Ибн Сиринге де тура осы сұрақты қойған. Ұстаз, мысалы қыздар ерінен көзін істетуге келеді, күнә ғой. Сол істеп беретіндерге күнәсі жазыла ма? Өтініш жауап беріңізші дейді. Әлбетте жазылады. Мысалы, тура арақ сияқты ғой. Мен арақ ішпеймін, бірақ арақ сатамын. Мен арақ ішпеймін, бірақ арақты шығарамын үйімде заводымнан. Десе қалай болады? Оразда ұстап жүріп, әскерге кетіп қалсам, не істеймін аға дейді. Спокойно мәнесіне кете бересің, Құдай қаласа. Сен бара бересің. Түшімде жаназада жүрем, марқұмды да көрем, неге жор болады? Түште жаназада жүріш, ошо жаңы эле бір алам деген сөз, бір аламға кирип жатасыз, ошо бір аламға түбөгейлі эле кире албай жатасыз. Ошо толық қанды кирүү үчүн ошого караш керек. Яғни бір ишти баштагалы турсуз, я да баштап атасыз. Ошо баштаган ишке карап көрүш керек. Кирип атасы, я бір кылып, бір кылбай жатасы. Ошондой иш бар болушу ыктымал. Сәлеметсіз бе, көке, сәресі сағат нешеде іштіңіз, үлгеріңіз? Я іштіп қойдым, рахмет, Алла разы болсын. Ағай, мектепте ораза ұстап қызбен вальс билеген оразаны бұзама дейді. Ой. Обязательно оразада билеу керек па вальс? Кішкене былай, оразадан кейін билей алмайсың ба? Шыдап, былай, не қысаш? Ауыз ашып болған соң дейді, сәресіге дейін қаңғыратын байға қандай амал етуге болады? 2 күннің бірінде сөзге түсінбейді дейді. Жақсы тамақ пісіру керек.
көңілінен шығу керек, басқа жерден тамақ ішпейтіндей қылу керек, содан өзіңізге жақсылап қарау керек. Ағылшынша сөйлей алыспай, yes I do. Жақсы, 5:30 бізді таң намаздан уақыты кіріп тұр екен, мен бүгінгі айтатын тақырыпқа өтсем. Тақырып ең ауыр нәрсеге өткім келіп тұр бүгін. Рух ауруына жатады бұл. Бұл ауру көпшілігімізде бар. Бұл үлкен бір пандемия. Анау бір пандемиядан құтылып едік, Құдай нәсіп етіп. Енді мынандай бір пандемия бар бізде. Осы аурудан мен сіздерден ем табуымызға шақырам. Бұл емді өлергенше емделеміз бұл аурудан. Бұл сондай жаман ауру, шайтаннан келетін, бұл рух ауруы болып табылады. Ішкі дүниенің ауруы. Қалай ойлайсыздар? Қандай ауру? Айтып көріңіздерші. Рух ауруы бар. Жоқ, маған керек болып тұр комментариймен, өткені сіздермен байланыс құрғым келеді да. Бізде анау бір ұрсы кетті қана, сіздерден де бір не жасы көргім келіп тұр. Қалай ойлайсыздар? Рух ауруы бар, бір ауру. Сол ауру осы барлығымызда, мен өзімде де қосып отырмын, бәрімізде бар. Депрессия, бәрі депрессиядан шыға алмай жүр. Нәпсі ауру емес қой. Рия, жоқ, жақын бірақ. Соған жақын. Рух ауруы. Бұл шариғатта тыйым салынған. Бұл тыйым салынған ең жаман ауру. Бәреке, Әміреева, Қарлығаш қарындасым. Алла риза болсын. Тәкаппарлық деген ауру бар бізде. Тәкаппарлық деген ауру, бұл Бақчаны әйел кісілер жақсы біледі екен. Кенжебаев та жақсы білді. Алла разы болсын. Әйтеуір не керек? Рух ауруы өзі Алла тағала Құранда топырақтан жаратылдыңдар деп қайта-қайта не үшін айтады? Не үшін айтады? Сөйтсе тәкаппар болма деген сөз екен да. Топырақсыңдар, сендердің өзі ұмытпаңдар жаратылыстарыңды. Кезінде Мұхлиф деген бай болған. Сол Мұхлиф деген бай көшеден келе жатып, алдынан біреуді кездесіп қалды. Сен неге бұлай тұрмайсың, неге бұлай жүреді? Бүйтіп тәкаппарланып бүйтіп жүреді екен да, қазір тілмен айтқанда борзый жүреді екен. Ана ғалым айтты, не жүрсің сен депті. Сөйтсе, мен не шаруаң бар, мен баймын, мен танымайсың ба? Танимын депті. Осы бетте өліп қалсаң, 3 күнде сасып кетесің деген екен. Сол сияқты, құрметті ауырлар, ағайындар, осы аурудан бүгін біз ем іздейтін боламыз. Бұл ұзақ тақырып, бірнеше күндік, бірақ біз тек қана соның бір жерін ғана, бір-екі жеріне ғана тоқталам бұйырса. Аллах Тағала хадиси құддусида біледі. Иннал кибрия иррида. Тәкаппарлық бір көйлек дейді. Аллах Тағала бір киім, бір чапан, бір көйлек сияқты тәкаппарлық дейді. Енді осы ары қарай тыңдаңыздар, хадисі керемет хадис. Мән тауадда алиллахи рафаахуллах. Кім өзін кішіпейіл ұстаса, сол көйлекті кимесе дейді, тәкаппар болмаса дейді, Алла Тағала дейді, мен оны көтере берем дейді. Енді мән тәкаббара уадаахуллах. Кім сол көйлекті кисе, тәкаппарлық жасаса, Алла Тағала дейді, мен оны төмен ұрам дейді. Төмен түсірем дейді. Сондықтан шайтанды шайтан қылған, жәннеттен шығарған осы тәкаппарлық. Аллах Тағала Құранда бұйырды ғой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Sadaqallahul azim. Allah buyurdu. Ey iblis, адамға сәжде ет деді. Бұл айтты, мен бұған бас имеймін. Неге? Өйткені мен оттан жаратылғам, ол топырақтан жаратылды деді. Демек, тәкаппар болды. Аллах Тағала енді аржағы жақсы білесіздер, жәннеттен шығарды, әйтеуір сондай мәселелер болды. Сондықтан осы тәкаппарлық бұл бір шайтанды шайтан қылған нәрсе. Осы жерде бір оқиға есіме түсіп кетті. Мұса пайғамбар көшеден келе жатса, кімді кездестіреді? Шайтанды. Шайтанды кездестіреді, ей иблис лағин дейді.
Сен тәкаппар болып жәннаттан шықтың дейді. Сонда шайтан айтты: ей Мұса, Құдайдан сұрашы, мені кешіре ма десе, жарайды сұрайын деп тұр тауына шығады. Өзі тұр тауында сөйлескен, Кәләмулла деген аты болған бұл кісінің, Алламен сөйлесуші пайғамбар деп. Ей Алла Тағала, шайтанды, іблисті кешіресің бе десе, Алла Тағала айтты: кешіремін, бірақ адамға сәжде етсін депті. Барып сәжде етсін депті. Сол Мұса пайғамбар қуанып, енді шайтан құтылды, бұлай құтылды, енді барып сәжде қылады да жәннаттан келеді, бәріміз адамдар құтыламыз күнәдан деп. Сондай мәселені қуанып келіп айтқан кезде шайтан бүйтіп айтыпты. Қараңыздаршы. Ей Мұса депті. Бұл Құдай маған тікелей бұйырды. Адам ата бүйтіп алдымда тұрды. Бұған бас ий деді, мен бас имедім депті. Қазір адам ата өліп қалған, шіріп сүйегі қурап қалған. Енді соған барып, ей, тірі кезінде бас имеген, шір кезде шіріп кеткенде бас ием ба? Не айтып тұрсың сен деп тұрып, шайтан тәкаппарлығын тағы да көрсетіп даяулар. Көрдіңіз ба? Сондықтан, ардақтылар, бұл түске, жаңағы ішке кірсе тәкаппарлық, бұл инеден құдық қазғаннан да ауыр, одан да ауыр дүние. Сол үшін Алла Субхану ва Тағала мына бір хадис, білмеймін, енді тәкаппарлығы бар адамды сындырып тастау керек деп ойлаймын. Ла ядхулул жанната мин кана фи қалбихи мисқала зарратин мин кибр. Кімнің жүрегінде, білмеймін, тозаңның, зарра деген тозаңның түйіріндей, даже одан да кішкентай молекула десем түсінікті болсын, сондай дәрежеде тәкаппарлық болған адамды дейді, Алла жәннатқа ешқашан кіргізбейді деп кесіп тұрып айтқан. Сол үшін ардақтылар, кезінде білесіз бе, бізді Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыздың неге дәрежесі жоғары болады? Неге соншама Алла біздің пайғамбарымызды көтерген? Өйткені Алла бүкіл пайғамбарлардан сен кімсің деп сұрапты ғой. Сөйтсе, бірінші жаңа адам атадан сұраса, мен адам атамын, Сафиулламын депті. Ибрахим десе, мен Халилулламын депті. Иса айтты, мен Иса алейхиссалам, мен Рухулламын депті. Әйтеуір не керек бәрі айтып кепті. Сонда ең соңғы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыздан сұраса, мен Хабибулламын деп айтпапты, сен досыңмын деп. Мен сенің бір әлсіз құлыңмын депті. Абдуху, мен сенің құлыңмын деп өзін төмен басқан екен. Сонда Алла жақсы көруінің себебі осы да дейді. Біз сол ұлы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям үмбетіміз бола алсақ, үмбетке лайықты ісіміз болса. Сол үшін Аллах Тағала сол пайғамбарымыздың шынайы үмбеті болу керек екенбіз. Тәкаппарлық бар ма, жоқ па, қайдан білеміз? Егер сізді мақтағанда көтеріліп, даттағанда төмен түсіп қалып, сөйтсеңіз, бұл әлбетте тәкаппарлығыңыздың барлығы. Киім кигенде, жүріс-тұрысыңда, өзіңнен біреуді төмен санасаң, өзіңді жоғары көрсең, тәкаппарлық киімде, сөзде, амалда, істе, құлшылықта да болады. Оның түрлеріне әлі тоқталамыз. Бізде бірнеше 2-3 күндік сұхбат болады бұйырса. Қайта топырақтан жаратылдың деген сөздің түпкі мағынасы Аллах Тағала ұмытпа деген сөз болады екен. Сол үшін әйтеуір не керек? Тәкаппарлықты жүрекке кіргізбеңіздер. Адам өзін 4 нәрседе жоғары қояды екен. Біріншісі, дүниемен артықпын десең, дүнием көп, мен баймын, үйім бар, көлігім бар, жаңағы елдің әйтеуір алдындамын деп есептесең, біліп ал, сенің дүниең Алланікі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Табарак мүлік сүресі оқылады бәріміз бір дүниені өткенде. Сол кезде табаракаллази биядихил мүлк ва хуа аля кулли шайин қадир деп бірінші аят оқылады. Бүкіл дүниесінің иесі, барлық нәрсеге күш құдіреті жеткен Алла Тағала.
Екіншісі, жақсы ісіңмен мақтансаң, Алла тауфиқ беріп, тура жолға иман бергеннің арқасында тура жолға келдің. Намазбен, оразамен, құлшылықпен мақтансаң, ол қабыл ма, қабыл емес пе, Құдай біледі. Дұрыс қой? Жоқ, қабыл деген қолымызға пешет басып бере ме періштелер? Так, мынауың қабыл, нормальный, бір 4-5 килограмм сауап алдың деген бар ма қолымызда? Жоқ. 30 күн оразан өліп талып ұстап жатырмыз. Енді соның ішіне тәкаппарлық кіріп кетсе, анау мен ұстап жатырмын дегендерге айтып отырмын. Қабыл болмаса қайтесіз? Қайтесіз оны? Сол үшін ардақты аяулы бауырлар, қарындастар, құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Сол тәкаппарлықтан әрдайым дұғасы бар. Ертеңгі эфирде Құда қаласа осыны айтамыз, бірге жаттаймыз Құда қаласа. Алла тағала баршаларыңызға риза болсын. Сәл шама келгенше тәкаппарлықты басуға тырысыңыздар. Алла тәкаппарлықты сүймейді. Өйткені Алла ғана тәкаппарлыққа лайықты баршамыздың жаратқан Тәңіріміз. Алла құлшылықтарыңызды қабыл қылсын, өмір жастарыңызға береке берсін.